Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Көшкімбаева Фариза Қонайқызы, информатика білім беру бағдарламасының 2-ші курс магистранты. Магистрлік жұмысымның зерттеу тақырыбы машиналық оқыту негізінде білім беру қосымшасын әзірлеу. Бүгінгі күні білім беру жүйесі цифрлық технологиялармен қатар жасанды интеллект пен машиналық оқытудың мүмкіндіктерін кеңінен қолдануға бет бұрған. Зерттеудің өзектілігі де осыда, мұғалімдерге үш тілді оқытуды тиімді ұйымдастыруда көмек болатын интеллектуалды құрал әзірлеу. Зерттеуінің мақсаты Крил әдісін қолдайтын машиналық оқыту алгоритмдеріне негізделген заманауи білім беру қосымшасын әзірлеу. Бұл мақсатқа жету үшін көптеген міндеттер қойылды және сол міндеттерге сәйкес нәтижелері алынды. Қосымша Python тілінде Flask фреймворкі арқылы жасалып, рендер платформасына орналастырылған. Бізде қолданылатын 4 генератор қолданылады. Бізде сабақ жоспарын жасауға арналған генератор, тапсырмаларды генерациялауға арналған генератор, глоссариді жасауға арналған генератор және де рефлексия құралдарын генерациялауға арналған құралдар. Базаның серверлеріміз осы рендер серверінде орналастырылған. Бұл жерге бізде серверге запрос келгеннен кейін осы запрос бұл жерде өңделіп, кері жауап қайтарылатын болады. Ал осы серверде рендер серверіне қолданылатын файлдар GitHub репозиторий арқылы бағытталады. GitHub'та бізде 4 репозиторий қолданылған: TestGen, PlanGen, RepGen және CloudGen. Бұл 4 генераторға арналған репозиторийлар. Әр репозиторийде 3 файл тұрады. Және де app.py. Бұл бізде Python тілінде жазылған. Бізде қолданылатын кодтармен сәйкес қалай жұмыс жасаған модульдің машиналық оқытудың моделі. Келесі бұл бізде рендер. Рендер файлда қандай сервисте қолданылатын, аты қалай және де қандай командар арқылы жүретіні жазылған. Requirements'те бұл жерде бізде қолданылатын библиотекалар, кітапханалар көрсетілген. Flask, Course, OpenAI, Request, дәл солай. Осы 4 генераторымыз, осы 4 әрқайсысы 3 файлдан тұратын репозиторийді қамтиды. Біздің интерфейсімізге келетін болсақ, интерфейс қарапайым, Крил әдістемесімен пән тілді біріктіру үйрету құралы. Барлық біз генераторымыз осы жерде берілген, қосымша модуліміз берілген және кітапханалар әдістемесі берілген. Генераторымызға көшетін болсақ, мысалы сабақ жоспарын генерациялау үшін ұстаз кез келген тақырыпты жазады. Мысалы ақпаратты кодтау, сынып деңгейін белгілейді, 5-ші сыныпқа алынған. Және оқушылардың сабақ деңгейін белгілейді. Мысалы ағылшын тілі деңгейі қандай дәрежеде екенін білу үшін осы деңгейді және Bloom таксономиясына байланысты қандай типте ахуалда қолданғысы келеді, соны белгілейді. Мысалы түсіну үшін және генерациялау кнопкасын басады, батырмасын басады. Бізде генерация жүреді және де осы генерацияның арқасында алынған нәтиже арқылы ұстаз өзінің сабағында қолданып PDF және doc форматында жүктей алады. Генерация жүріп жатыр. Айта кетейік, осы интерфейс бізге интерфейсіміз мен серверіміз әр бетте API кілттер арқылы және де JavaScript скриптер бізде орналастырылған. Осы арқылы бізге рендер серверімізге запрос жіберіп, сол серверден бізге жауап алып, осы HTML кодында интерфейс дизайн арқылы бізге осы төмендегідей нәтижелер алынатын болады. Жалпы біздің қосымша, менде веб қосымша сайт, бұл бізде Beget хостингде орналастырылған, яғни қосымша қауіпсіз CCL сертификатымен белгіленген. Мысалы бізде алынған нәтиже Title of the lesson ақпаратты кодтау. Ақпаратты кодтау тақырыбына 5-ші классқа арналған. Бұл жерде сабақ жоспары барлығы жазылған, қандай критерия орындалу керек, қандай пәннің сөздер қолданылады. Мысалы қазақ тілінде код, алгоритмді, программа сөздері болса, ағылшын тіліндегі мағынасы білінген және Bloom деңгейіне сәйкес Крил әдістемесіне негізделген 4 контент жазылған, мысалы 4 фокус жазылған. Және де сабақтың барысы, басы, ортасы, соңы қандай болу керегі, қандай ақпараттық технологиялар құралдары қолданған туралы және қасында сілтемелер мен қандай ресурстар қолданылғаны жазылған. Дәл солай, глоссарий құралына өтетін болсақ, бұл жерде тоже ақпаратты кодтау тақырыбына, мысалы B1, B2 деңгейі немесе C1 деңгейіндегі сөзді генерацияласақ,
ұстаз өзінің ағылшын деңгейіне қарай